Сәлем достар, сіздермен бірге Азат KZ. Бүгін біз жаңа видео түсіретін боламыз. Бұл видеода Sims ойнайтын боламыз. Ол Sims осындай ойын Sims деген, егер білмейсіздер. Міне ол жерде 3 персонаж тұр. Міне ең бірінші үлкен үйдегі персонаж ол менмін. Ал мыналар менің көршілерім. Өздеріңіз көріп тұрсыздар. Менің үйім өте керемет, ал конечно мен ақшаларым күшті. Ақшаларым көп, сондықтан мен өзіме үлкен үй салып алдым. Және де мен жаңа жұмыста істейтін боламын. Еще менің машинам бар. Және де мен жаңа үйлер соқтым. Осы қаланың президенті менмін. Және де осы қаланы жаңа енді ғана салып жатқанмын. Мына жер бір машина өтіп бара жатыр екен. О, қандай машина екен? Түсінбедім атын. BMW екен ғой, BMW ескі BMW ғой. Ал ендеше тағы да не істейік болады? Міне мынау пожарный менің жұмысым. Міне қазір мен өзімнің үйімді көрсететін боламын. Ішінде менің үйім өте күшті. Ішінде 2 комната бар. 2 комнаталы үй. Ендеше былай, міне осыға қойық. Ең бірінші міне мына жер зал. Телевизор көресің. Мына жерде телевизор көреді, тамақ ішері болады. Міне мынау зал. Ал екіншісі мына жер кіретін жер. Есіктен. Міне есіктен кіретін жер осы. Ой. Мына менмін, мына персонаж тұрған. Міне осы мен түрім. Міне осымын мен. Ал мына жерде болса менің өзімнің электронды бөлмем дегенде өзім компьютерім бар, көріп тұрсыздар. Міне компьютерге бар жатыр, компьютерде отырады. Телефоным бар, мына жерде кітап оқимын да. Ал мына осы менің қалай айтсам болады, ванныйым. Ванныйда, душта. Ал мына жақта болса бұл кухня. Және де тамақ ішетін жерде, және де кухняда. Сол мына жерде тағы екінші шығатын жер бар. Міне мына жақтан былай кіреді. Және де ал мынау да спальня комната дегенде. Міне осындай комнатаға қызыл не түсті. Ал ендеше тағы да мынау да комната. Бұл мен комната емес, мынау мен комната, міне осы. Ал мынау қонақ бөлме. Мына жақта ванный бар, өзінің. Және де мен итім бар. Қазір былай оқиық. Міне, итім қайда? Мына мен итім нешігі ғой? Қазір итім келу керек. Ит, қайдасың? Итім что-то жоқ кетті, мен жерде жүр. Немецкая овчарка. Аты Купер. Атын Купер қойдым. Көрінде мына өзінің ошейнигі бар құлағында. Міне осындай. Менде 3 есі бар. О, ішіне кіріп жатыр. Қараңыздар қалай көрінетіндерін. Міне осы көрініп жатыр. Мен машинам ол мұнда, міне тұр осы. Міне мен машинам. Ал және де тағы да машинасына бар жатыр. Ендеше тағы да ой. Ал енді біз қыдырып жүрміз, міне. Міне қыдырып жүрміз біз уже. Мына жақта қыдырып жүрміз. Міне көріп тұрсыздар. Ақша тасып келе жатыр. Давай осы. Тағы бір кісі машинамен жүр. О, ал қандай жер екен?
Бұл да жаңа жер ғой. Манасқа тағы гүл бар. Міне мына жерде. Ей, машина тоқташы. Ендеше біз өзіміздің. Тағы да айтпақшы, мен тағы да подписчиктерім бар. Міне оның подписчигімнің үйі. Қазір көретін боласыздар. Міне. Ал. Ей, подписчик. Подписчигім өзі келе жатыр мұнда. Басы демей қойдым. Чисто басы жасамайды. Шашын қараңыздар. Тіп-тік қой. Тақырға қылып одан сайын қыз қуатын ер. Ой, үйінде ешімше жоқ қой. Атайық. Ей! Қазына. Ей! Ё-моё, не істеп жатыр. Қазір міне оның ауласы. Және де үйі негізі бұлай көрінеді. 4 бұрыш қой оның үйі. Ал. Тағы да несек болар. Ендеше басқа жерге барайық. Өзіміз қыдырып жүргенбіз. Ендеше сіздер қалай айтсам болар. Осы қаламен таныстырайын. Мен қайтамын. Ей, брат, қайдасың? Брат, что-то жоқ болып кетті. Міне. Міне осы бар. Мен негізі осы жерден иттер сатып алдым. Міне осындай тұратын. Иттер, мұста сатылса болары. Тағы не сатып. Мынау пашаның жұмыс істеймін уже. Мына не жер екенін білмеймін мен өзі. Мен бұл жерді түсінбедім. Бұл не екен? Қазір мен хобби таңдаймын өзіме, достар. Және де не істесем болатынын өзім көремін. Ой, мен қайдамын. Мен өзім далада жүрген ғой. Итім так, мына жерде отыр. Жатыр дегенде. Ей. Отмечать день рождения дейді. Жоқ. Ендеше қазір хобби таңдап көрейік. Хоббин. Қандай хобби таңдасақ болар? Қазір мында бар. Хобби и карьера дейді. Бұл не екен? Ой, жоқ, бұны үйіме қоям. Өзім спальныйыма қойық. Сол өзі күшті бар. Бұра қойып қойық. Күшті болатын шығар. Иә. Toyota дейді күшті екен. Және де өзіме футбольный доп алайық. Қай жерге қойсам болады футбольный допты? Қай жерге қойсам болады? Қай жерге қоятынын білмеймін әлі, достар. Ендеше бұны әлі қоймай қояйық, содан кейін қоямыз. Мынаны қалай тастайды? Жоқ. Оны салып бердік. Енді тағы да не бар екен? Телескоп дейді, кинокамера дейді. Оны қайда қоямыз кинокамераны? Оны да түсінбедім. Мен бұларды супермаркеттен сатып алдым. Кинокамераны былай ауыстырып қойық. Жоқ, былай қойық. Әлде бұлай қоймай қойық па. Осы тұраусын жарайды. Әлде несі болар. Мен әлі түсінбедім.
Мынау тамақтардың иттерге айтпақшы, тамақ сатып алудың керекпін ғой. Міне мына жерде тұр. Қазір тамақ сатып алатын жерді сатып алайын. Ой, тамақты қоятын жерді сатып алайын. Так. Иттің тамағы қайда? Давай осыны қойық. Қай жерде тұрады? Жоқ, бұл жер емес. Мына жерде жоқ, бұл мына жерде тұра берсін. Күшті екен өзі. Күшті көрінеді, мынау не екен? Түсінбедім өзі. Қоймай қойық оны. Кручу, верчу дейді. Мынаны қой, сатылып қой. Мынаны да сатылсырақ. Бұл не екен білмеймін, әйтеуір, бірақ бірдеңке қойдым. Ал тағы да не бар екен? Білмеймін өзім тағы да не сатылсам болатын. Мен санынан бәрі не болып кеткен. Ойбай, басым ауырып кетті достар, мен. Не болып кетті, басым ауырып тұр мен. Толып кетті заттар менде. Даже үйімді қалсаңыздар, одан сайын толып кеткен. Бай қойық, әйтсе түсінбеймін. Маған екен көріп салықпай. Кидать. О, итпен бірге ойнайтын екен ғой бұл. Не екен деп жүрсем? Үймен бар жүрген ма? Жоқ. Үймен бар жүрген сол. Енді алады не? Лақтырды. Өй, қайда лақтырып жүрдің? Бақсы істей ме? О, ит алып көрек екен. Қызық екен. Осы қызық екен, достар. Тары лақтырсын. Лақтыр. О. Қызық екен бұл, достар. Сөйтіп ойнайды екен. Және де тағы да не істесе болады. Бұл жоқ қойық. Ойбай, мен жақын жатыр, достар. Сол мен немецкая овчарка таладым. Осы күшті ит шығар деп ойладым. Еще бұл пожарничный иттер де осындай бар ғой. Пожарный иттер, полицейский иттер. О, бұл қойдым, маған жоқ. Мынау қалай күшті кетіп бара жатыр, мықтарым сықылды. Күшті өзі. Ой, жап-жақын жерге жапқырған ес. Лақтырмай ма? Тағы лақтыр. Лақтыр. О. Күшті жүргеде ит. Кәдімгі шын өмірдегідей. Алда не? Лақтыра берме, не болды? Басылып қалған жоқ бүйттін. Мынан басшыммен жасамайтын сақтай. Мен уже шашып қалдым. Жай, бұны есті салайық. Мына жерге не істесек болар? Жоқ, ешін істемей қойық. Мынау зат мына жерге тұра берсін. Бұл мына жерге тұра берсін. Ал енді не істесек болатынын білмеймін. Ал достар, енді қалай еді? Тағы да заттар салайық. Тағы да қала салайық дегенде. Заттар деппін ғой. Ал бұлай. Міне мынау өзім қалымды дұрыс таныстырған жоқпын ғой. Мына жерде көпір, мына жерде қайық бар. Мына жерде яхта бар екен. Өте күшті. Ой, бұл не? Вы не вошли дейді. Через Google Play дейді.
Жоқ, керек жоқ. Бізде мына супермаркет айтпақшы. Супермаркет. Мына жер білмеймін бір. Соревнование ма сондай болатын жер бұл. Мына жер осы иттің. Мен итке бай қазір көрсетем. Итке анандай күшті заттар істейді. Міне осында ошейниктер тағады. Көріп тұрсыздар. Мен бірақ осы жасыл таңдаймын, өйткені жасыл мен өте жақсы, өте ұнататын түсім. Мынандай нелерді олар дәл қазір тақпаймын, өйткені қыс болған тағам. Әлі қыс емес қазір. Ал ендеше міне осылай мен осыған ошейник таққыздым. Міне. Өздеріңіз көрдіңіздер достар. Ал не істесем болады екенін әлі түсінбедім. Тағы не істейік достар. Смартфон батареясын өлтіретін оң қосымша дейді. Мен сондай видеолар көретін подписчикпін менде. Міне мына жер, если что, мен мына жерден де машина сатадым. Міне осы жер машиналар сатады. Міне осы жер былай сатады машиналарды. Көріп тұрсыздар ғой. Міне ең күшті машина осы, сондықтан мен осыны сатадым. Әлде басқасы сатыламын ба? Давай-ка... Жоқ, бұны емес. Басқасын саталық па? Жоқ, бұны емес. Жоқ, бұларды емес. Осыны танайық па, әлде басқасын танайық па? Бұл қандай машина екенін әлі білмеймін. Қазір алдын көріп алайық. Мерседес сияқты екен. Давай-ка осыны сатайық. Жоқ. Дай бұны мен подписчигіме подарить етейік. Осы жақсы болады. Болды, мен подписчигіме подарить еттім. Сол қазір не істеп болатынын әлі түсінбедім. Ендеше уже кеш батып бара жатыр. Жоқ, бұл ойында емес енді. Мен осы шын өмірде. Ендеше қазір мен сіздерге айтпақшы, мына жерде не екенін білмедім мен айтпақшы. Mesela музыкант дейді, спортсмен дейді, художник дейді, ученый дейді. Мен уже пожарный уже всем вообще-то. Нажал попой. Болды. Осылай. Ал енді не істеп болады? Түсінбедім әлі не істеп болатынын. Мен негізі 3 персонажды не істеймін, қалай айтсам болар. 3 персонажды қолданамын. Міне тамақ алсайық. Бұл мен емеспін, бұл менің подписчигім. Өз бірінке жүріп жасап жатырды. Бір бәле деп қойды өзі. Холодильникті ұрып тамақтар ұрлап жатыр. Тана деп қойды. Түсінбедім не деңсіз екен. Міне осы. Мен осы машинаны подарить еткен. Не дейді? Ё-моё, оны да гоночная машина екен, менікі раскрашенный. Машина бұйық өстіп. Машинамен қазір жүреді. Ал достар, сіздермен бірге болған Аза KZ. Бүгін біз жаңа видео түсіреміз. Сол видеоға лайк басып, каналға подписаться етіңіздер. Және де осы Sims'ті ойнап көріңдер. Соны өздеріңіз де түсінесіздер қалай ойнайтынын. Мен өзім негізі білмеген бұл ойын қалай ойнайтынын, сондықтан мен осыны жазып ойнап көрейін деп осыны ойнап көрдім. Ал енді түсініп алдым бұл ойынды. Ендеше сіздермен бірге болған Аза KZ. Осы
видеоға лайк 500 деппін ғой енді. 20-50 сондай лайк болса, тағы екінші сериясын шығарамын. Ендеше сау болыңыздар достар.